Сайрам шаһарының аңызы. Адам атаның Ағнұх деген немересі болыпты. Ілім-білімді жер бетінде алғаш меңгерген сол екен деседі. Қаншама қауымның көзін ашты, жұрт оны Ыдырыс деп атады. Ыдырыс мұғалім деген сөз екен. Ел кезіп, ілім тарататын дәруіштік Ыдырыстан қалыпты. Бірде ол ел аралап жүріп қу Медиян далаға аялдайды. Түнде Жебірейіл бастаған бір топ періштені көреді. Олар Тәңірді ұлықтап, ұлы даланы нұрға бөліп, зікір айтып отыр екен. Ыдырыс қосыла кетті. Зікір аяқталып, бата жасалды. Ыдырыс, «Ау досым Жебірейіл, мұнда қайдан жүрсің?» деді. «Әлем жаралап, су аққалы осы мекенге келіп зікір айтып, құлшылық қыламыз» деді. Құлшылыққа сонша құмар қылатындай бұл жердің не қасиеті бар? Мұны Тәңір әлемінде Мәдина әл-Байза немесе бос қала деп атайды. Бұл мекенде адам ата намаз оқыған, тілегі қабыл болып, құт тарыған киелі жердің бірі. Сайрамнан Құдайдың достары көп шығады. Мұнда 70 бас намаз оқылса 70 жылдық құлшылықпен тең. Тәңірдің дидарын талап қылған шын ғашықтар мекені. Түркінің бірі Әзірет Сұлтан да осы өңірде дүние есігін ашады, деді Жебірейіл. Әзірет Сұлтанның атын естігенде Ыдырыс таң қалады. Тәңірі сүйетіндей не қылығы бар деп сұрады. Айрықша екі қасиеті болады. Бірі, Тәңірдің есімін хикметке қосып, сан мадаққа зікір айтады. Көмейіне жәннаттың жасыл құсы ұялайды. Зікір айтқанда 18 мың ғаламды тербетеді. Тастай қатты жүректі қорғасындай ертеді. Тас қараңғы көңілге хақтың нұрын салады. Зікірі өлген жүректі тірілтіп, махаббат отын жағады. Жұрттың көкірегі кектен тазарып, ізгілікке тоймайтын құмар болады. Көңілдегі ойдың құлағы, хикметтің бұлағы ашылады. Құранның мәнін түркі тілінде сөйлетеді, деді Жебірейіл. Екінші даралығы қандай? Көркем мінезі. Парлықта Мұхаммед пайғамбарды үлгі тұтады. Досына адал, жауына қатал. Әдебіне періштелер сүйсінеді, дұшпаны күйінеді. Мұхаммедтің сүйікті үмбетінен болады. Миғражда рухын көріп, пайғамбар перзентім деп еміренген. Хикмет ілімін құрмаға жасырып, Әзірет Сұлтанға аманат етіп жолдайды. Қожа Ахмет ұлан ғайыр түркі даласына пайғамбардың сүндетін үйретеді. Бұл жерде не қала жоқ, қала салар дала жоқ. Шеңгел басқан қу Медиен, жерінің құнарынан құмы көп, топырағынан тасы көп, ілімін қалай тарамақ? Ыдырыс, ілімнің дәні жер талғамайды, шарапаты ел талғамайды деп Жебірейіл сөзден тосты. Ыдырыс үнсіз қалды. Періштелер көкке ұшып кетті. Ертесіне Ыдырыс пайғамбар жолға шықты. Талас өзені бойында бір Қаған деген қалаға тоқтады. Оның Мәлік Тегін деген патшасы бар еді. 90-нан асса да бір перзентке зар екен. Сәби сұрап бармаған тауы, баспаған жері, түнемеген әулесі қалмапты. Патша сол күні түс көреді. Түсінде ғажап іс көреді. Шаһарға бір қонақ келіп, ордасына ағаш егіп жатады. Патша ұйқыдан тұра сала мұнараға шығады. Көкжиекке көз тастайды. Алыстан дәруіштің сұлбасын көреді. Жолына қызыл кілем төсеп, салтанатпен күтіп алды. 40 күн қонақ етіп жібермейді. 41-ші күн дегенде Ыдырыс, мен ел кезген дәруіш едім. Бір жерде 40 күннен артық түнеу бізге қол емес. Ілімнің жолы ол емес. Дінде жүріп дос ізде, дұшпан өзі-ақ табылар деген. Мен Құдайдың достарын іздеп бара жатқан жолаушы едім. Сапарға кететін мезгілім болды. Жолыма дұға етіңіз тақсыр, деді. Патша, сен келерде түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім. Бақшама еккен көшеттің көзді ашып жұмғанша асыл бәйтерекке айналды.
Бәйтерек гүлдеп тұқым шашты, жер жаһанды орман басты. Соған қарап жалғыз ұлдан тарайтын ұрпағым көп болар деп ырым еттім. 40-тың бірі Қызыр, 1000-ның бірі Уәли деген. Әсілінде тегін адам емессің, шаңырағыма бата қыл. Құдай бір ұлмен сүйіншілесін, деді. Ыдырыс қолын жайып бата берді. Ұзамай патшаның бәйбішесі толғатты. Елін жұртын қуантты. Шекесі торсықтай ұл туды, ұл туғанға күн туды. Патша перзентінің атын Ақнұр деп қойды. Бала 15-ке келгенде әкесі дүние салды. Таққа ұлы отырады. Бір күні уәзірлеріне, не үшін менің атымды Ақнұр деп қойды, деп сұрады. Уәзірлері, 90-ға келгенше әкеңіз бір балаға зар еді. Ыдырыс пайғамбарды қонақ қылып батасын алды. Ұзамай дүниеге сіз келдіңіз. Оның құрметіне атыңызды Ақнұр қойды. Бұл құтты қонақ деген сөз, деді. Ендеше ыдырысты табайық. Сый сияпат көрсетіп, шапан жабайық, деді патша. 4 тарапқа ат шаптырып іздеді. Ыдырыс Ақсу өзенінің жағасында лашық тігіп жатыр екен. Патша оны көріп, бұл тойып тамақ ішпеген жарлы екен ғой. Сый құрметке қарық қылайын деп мүсіркеді. Тонның қамқасын, аттың жүйрігін, табақтың алтынын, құманның күмісін, белдіктің кемерін алдына тастады. Ыдырыс қуанудың орнына көңілі пәс тартып, шапаныма қарап кедей деп ойладың-ау балам. Бұл жыртық шапаның ішіне 18.000 ғаламның байлығы сыйып жатыр. Ол қазынаны көкірек көзі барлар ғана көреді. Нағыз байлық тыста емес, іште болады. Іштегі байлық тасиды, сырттағы байлық тоналады. Мал бір жұттық, алтын, күміс ұры шақырады. Елі байдың өзі бай деген. Ең бірінші жұртым тоқ болсын. Ауылда болса ауызға тиеді, елде болса ерінге тиеді. Халқым тоқ болса мен ашып қалмаспын. Мені қуантқың келсе, осы жерге қала салып бер, деді. Патша пайғамбарды мүсіркегеніне ұялып, қалай ақталарын білмей тұр еді. Дегеніңіз болсын, деді. Қазынадан мол ақша бөліп, Ақсу мен Бадам өзенінің ортасынан 400 зәулім сарай тұрғызды. Оны қоршап қамал салды. 4 тарапынан 4 қақпа орнатты. Әр қақпаға 6 қабат қарауыл мұнара соқты. Әр 100 үйден соң құдық қаздырды. Қамал әп сәтте үлкен шаһарға айналып шыға келді. Ыдырыс оған Сайрам деп ат қойды. Сайрам деген тасты, тастақты жер дегенді білдіреді. Алланың нәбилері ел билеп, таққада отыратын. Ыдырыстың тұсында Сайрам әлемдегі ілімі озық ел болыпты. Ол қалада 27 жыл патша болып, пайғамбарлық міндетін аяқтады. Бірде оған Жәбірейіл, Мекаил, Ысрапыл, Әзірейіл періштелер қонаққа келіп, білім сайысында жеңіледі. Жұмаққа тірідей кірген жалғыз пайғамбар. Әлі күнге дейін сонда мекен етеді екен. Топан суда Нұх кемесі қазығұртқа тоқтаған соң, пайғамбар Ыдырыс соққан қаланы іздеді. Сайрам топан суға қарық болса да, үйлері мен сарайы құламапты. Бүкіл ғимарат саламат сақталыпты. Нұх өмірінің соңғы күндерін осында өткізді. Оның 3 баласы болды. Сам, Хам, Жаппас. Сам мен Хам жаңа мекен іздеп батысқа жол тартты. Кенжесі Жаппас қара шаңырақта қалды. Одан түркі халықтары өсіп шығыпты. Түркілер Сайрамды кейде бос қала немесе Ақсукент деп те атады. Сырттан келген саудагерлер Испиджаб дейтін болды. Мағынасы 2 өзеннің арасы дегенді білдіреді.